Ассалаумағалейкум. Міне Пиндоға тіркелу үшін міне қазақстандық нөмірден бірінші Google-ға кіресіздер. Пиндоға дуа деп жазасыздар поиска. Жазамыз. Содан кейін астыға қарай төмен қарай түсіріңіздер. Содан кейін значок шығады. Пиндоның кіреміз. Бұл курсты ақшаға сатып алудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Астыға қарай түсіресіздер. Мына жерде жазылып тұр, міне приложение, мына жерден көшірсеңіздер болады. Скачать деген басамыз. Загрузить. Көшіріліп жатыр. Установить басамыз. Көшірілді. Бізге ескертіп жатыр, бұл белгісіз не деп, приложение деп. Рұқсат береміз, все равно скачать деп, установить деп. Не көшіреміз. Не көшірілді. Открыть. Жасылды басамыз. Міне кірілді. WeChatпен кіресіздер ме деп жатыр. Астына көкті басамыз, жоқ деп. Үстіңгі жасыл WeChat. Жаңадан көшірілгенде осылай сұрайды. Бұл үшін бізде номер жазылып, Қазақстанның несін жазуымыз керек. Приложениені полный жауып тастаймыз. Закрыть, тауып тастаймыз. Приложениеден шығып кетеміз. Қайтадан ашамыз приложениемізді. Осы кезде оң жақ астыңғы смайлик сияқтыны басамыз. WeChatпен немесе номермен тіркелуді басамыз. Мына үстіндегі елімізді таңдаймыз. Елімізді таңдаймыз. Мына жерде +7 деген екі ел бар. Ресей Федерациясы және Қазақстан. Міне Еден басталып тұрған жерде біздің Қазақстан жазып тұр. Ресей Федерациясы +7 көрдіңіздер ғой. Е деген жерде +7 деген тағы ел тұр, ол біздің Қазақстан. Өзіміздің нөміріміз жазамыз. SMS код келеді. Соны тереміз. 24-749. Неге кірдік, болды. Келесі видеоларда қалай адрес добавить ету, қалай карго добавить ету, бәрін көрсететін боламын. Лайк басып, осы видеоны таратыңыздар. Бұған артық ақша төлеудің қажеті жоқ. Міне болды, кірді. Ешқандай қиындығы жоқ.